Құдай қаласа ана жаста болса әйтеуір біраз кәсіп бастап жүр екенсің. Біз енді қанша мемлекет қызметте біраз жылдан бері істеп келе жатырмыз, бірақ бүгін сенің кәсіп осындай кәсіп істеп жүргеніңе қуанып, осынша қауыммен араласып, осы верми технология саласында әйтеуір верми фермер болып осы жаңа табысыңды да біз үлкен кісілердің алдында да үлгі ретінде айтып отырмыз қазір. Сені дүниеге келтірген ата-анаңа рахмет, Алла разы болсын оларға. Кәсібің жана берсін. Құдай қаласа осы кез келген идея болсын, кез келген ойға түйген, кез келген бизнес идея болса да, оның даже болса ертерек іске асыруға тырыс. Бүгін сен Қазақстанның бізде қазір болған жиналыстың арасында ең үлгілі азаматтың бірісің. Сол себепті қазір істеп жатқан жұмысты екінің бірі істеп жатқан жоқ, бірақ сен бастап жаңа кісілер айтып отыр, әйтеуір осы салада жүргізіп, әкесіне көлік мінгізді деген ең жас балдардың арасында мақтан тұтатын сенің тірлігің қазір. Әкесіне жас болса да көлік мінгізді, ат мінгізді деген. Оның өзі үлкен мақтанышпен айтып, ауыз толтырып айтатындай, біздің мақтанышымызды әрі істемей жүрген адамдардың алдында да сені көрсетіп үлгіде қалғанбыз. Сол себепті рахмет. Алла разы болсын саған. Ата-анаңа рахмет. Кейбір балдарды ата-анасына нәлет келтіретін. Ондай емес, ата-анасына рахмет келтіретін, сен сияқты біздің Қазақстанның патриоттық, жаңағы кәсіпкер, осындай өзің сияқты азаматтарымыз көп болсын. Асан ағаның нөмірін жазып ал, хабарласып тұр, Алла қаласа. Кез келген ақылдасатын нәрсе болса звонда. Мен бар білгенше мемлекеттік қандай қолдаулар бар, қай жерден не алуға болады, не істеуге болады, барынша кеңес беремін. Өзіңіз қандай қызметтесіз аға сіз? Мен Келес ауданында кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімі басшысы болып қызмет етемін. Машалла. Алла разы болсын. Осындай ағаларымыз қолдап тұрған кезде тірлікті істеу керек, басу керек. Бисмилля, ассаламу алейкум бауырлар. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін Алланың қалауымен Сарыағаш қаласында семинар өткізіп қайттық. Сол семинарда болған осы Аслан бауырымызда кәсіпкерлерді қолдау және ауыл шаруашылық бөлім басшысы Мадияр бауырымыз өзінің алғысын айтып жатыр. Осы кәсіпте верми технология саласында жалпы Аслан бауырымыз бізде ең жас верми фермеріміз. Осы кәсіпте жүріп, өзінің әкесіне қазіргі таңда көлік мінгізіп отыр. Одан бөлек 1 миллион теңге пайда тапқан. Жалпы айналысып жатқанына 1 жыл болмаған әлі. Бірақ қазіргі күнде өзінің сол еңбегінің жемісін көріп жатыр. Сіздерге айтайын дегеніміз, жасы 14-те болса да осы кәсіпті өзіне еңбек қылып, кәсіп қылып айналысып жатқан бауырымызды сіздерге үлгі алсын деген ниетпен шығарып отырмыз. Байқап қарасаңыздар, қазір қаншама жастар бос уақыттарында телефон шұқылайды, достарымен қаңғырады, бірдеңе бүлдіріп келеді, түнгі уақытта шығатын болмаса компьютер ойнайды азаннан кешкейін. Ал ондай бауырларымыздан Аслан бауырымыз қазіргі таңда үлгі алатындай бір жастардың бірі болып тұр. Сол себепті Мадияр ағамыз өзінің алғысын айтып жатыр. Жаңағы байқап қарасаңыздар, ата-анаң нәлет емес, рахмет айтатын балдардан екенсің. Сол себепті саған біз де рахмет айтамыз, еңбегің жансын. Өкіметтен қандай да бір көмек керек болса, қолдауға, көмек көрсетуге барынша дайынбыз деп тұр. Сол себепті осы кәсіпке сіз де қызығып жүрген болсаңыз, шамаңыз жеткен қаржыдан шұғыл көбейту және биогумус өндіру саласына ақшаңызды салсаңыз болады. Яғни өзіңіз қызығып жүрсіз, қанша уақыттан бақылап, сол себепті уақыттан ұтылмай осы кәсіпті бастап кетсеңіз жақсы. Жалпы бізде шұғыл бар, биогумус та бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткіземіз. Біздің төмендегі телефон нөмірімізге хабарласыңыздар. Сіздерге түсінікті болсын деп барынша қазақша, жалпақ тілмен түсіндіруге тырысып жатырмыз. Осы қазақша мәліметтерді осы салаға байланысты. Сол себепті біздің YouTube каналымызды қолдап, пікір жазып, лайк басып, ауыл шаруашылығына, егін шаруашылығына қатысы бар бауырларға барынша таратып, қолдауды аямасаңыздар, сіздерге Алла разы болсын. Бүгінгі сағат қазір 11-ден асса да, сіздерге осы видеоны бөлісіп қоюды жөн көрдім. Сондықтан бауырлар,
көп ойлана бермей осы негізгі кәсібіңізге қосымша кәсіп ретінде бастап кетсеңіздер болады. Сіздердің қолдауларыңызды, лайктарыңызды, жаңа пікірлеріңізді бәрін көріп оқып жүрміз. Баршаңызға рахмет. Келесі видеолардан жіберім алмас үшін біздің YouTube парақшамызға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Рахмет. Биыл Гомес, Түркістан, good!